Жақсы саламатсыздар ма балалар? Үйіміз қалай? Жақсы, ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамастан бұрын қазір тақтадағы суреттерге назар аударайық. Тақырыпты болжау. Суреттерде нені көріп тұрмыз балалар? Мына суреттерде нені көріп тұрсыздар? Қазақтың дәстүрі, қазақтың тәрбиесі туралы. Жақсы, суретте салт дәстүрлерді атаңдар. Бірінші суретте ол тұсаукесер сәбидің бірге туылғаннан кейін Жақсы, екінші суреттен қандай салт дәстүр көріп тұрмыз? Виташа, тамаша. Үшінші суреттен не көріп тұрмыз? Шілдехана, төртінші суреттен сүндет. Жақсы, жарайсыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не болуы мүмкін? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың салт дәстүрлері және тәрбие. Дәптерімізді ашайық. Наурыздың 17-сі. Жаңа тақырыбымыз жазайық. Қазақтың салт дәстүрі және тәрбие. Енді балалар, бүгінгі сабақтың мақсатымен танысып кетейік. Сабақтың мақсаты мәтін атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілген мәселені болжау. Екінші сабақтың тақырыбы үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану. Сонымен балалар, біз қандай бағалау критерийімен танысамыз екен? Оқып жіберші Армангүл. Мәтіннің атауын талқылап, көтерілген мәселені болжаймыз, үстеулерді табамыз. Жарайсыздар. Жаңа тақырыбымыз бар, көшпестен бұрын тақтадағы видеоға назар аударайық. Жақсы балалар, қазір видеоны қарадық қой, Енді балалар, осы видеода қандай мәселе көтеріліп тұр, осы видеода не айтылып тұр, қандай салт дәстүрлер айтылып тұр? Шомылдыру, өзінің ырымдарын жасап жатыр. Қазақтың өзі Сіздерге шеберхана, бесік той туралы айтасыздар, сол салт дәстүрге тоқталып кетесіздер. Жұмысты енді тыңдап жіберейік, қорытындылап. Мына топтан кім сөйлейді екен? Қазақтың салт дәстүрлерінің бірі тұсаукесер. Бұл бала қас басып бастаған кезде әрі қарай жаңылмай жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ырымдардың бірі. Ол үшін алғашқы
деген мағынада ала жіп байланады. Сол үшін бір қырлы пышақпен оның ала жібін аяғынан кеседі. Бұл бір қырлы болсын, 200 қайшымен кеспейді, көбінесе 200-ді болмасын деген тілекпен. Және осы тұсаукесерге ауылдың қыз-келіншектері, әжелер шақыртылады. Олар өздерімен бірге тәтті тамақтар, бағаға ойыншық, сылдырмақ сынды сыйлық әкеледі. Сонымен қоса баланың тұсауын кез келген адамға емес, жүріс-тұрысы жақсы, тез, жылдам, жақсы адамдарға осы адамға ұқсасын тартсын деген мақсатта тілекпен сондай адамдарға тұсау кестіреді. Жақсы, жарайсыздар. Бірінші топты бағалап, үшінші топты бағалап жібейші, екінші топ. Иә? Кім бағалайды? Дискриптор бағалай қойы. Дискриптор бойынша сөйлей алды ма? Иә? Істеді. Дискриптор бойынша жақсы сөйледі. Тыңдалу мәтінінде айтылған салт дәстүрлерді жақсы және нақты айтты. Өлеңде берілген салт дәстүрлер туралы өз ойларын жақсырақ Балалар жеке жұмыс түсінатық па? Мұхаммед, беріліп тұрған үстеулер мен етістерді байланыстырып сөз тіркесін құраймыз. Нұрасыл, түсінатық па? Түсінатық па, оқушылар? Армангүл, сөз тіркестерін құрастырып жатырмыз ба? Етістік пен үстеулерді байланыстырып. Үстеулердің синонимдерін тауып жатырмыз ба? Жеке жұмысқа түсінатық қой, Жақсы. Ілгері, кейін, жоғары, үстінде, төбесіне, төмен, астына, жоғардан, төбеден, әрі жүр, үстіне көрмеледі, төмен түсті, жоғардан жүгірді. Жарайсыз, сосын етістік пен үстеулерді байланыстырып, сөз тіркестерін қарап тұрсын, да? Жарайсың, Камила, өзіңді қалай бағалайсың? Өзіңді бағалап жүрші, дискриптор бойынша? Үстелерді қолданып, сөз тіркестерін құрай алдым. Өзімді жақсы жазым деп ойлаймын. Жақсы. Жақсы балалар, келесі жұмысымыз бізде жұптық жұмыс. Батырхан Данияр екеуін жұп боласыздар, жұп болып осы кестені орындайсыздар. Камила Шыңғыспен және Армангүл Алсынжанмен. Келесі Анел Араймен, Ұлжанмен, Думан, Мұхамбетпен, Нұрасыл, Дарханмен, Жанас, Назерке. Үшіңіз бірігіп орын күтесіздер, Балалар жұптық жұмыстар көріп тұрмыз ба, дискрипторды? Құттықтау сөздерін оқисыздар және құттықтау сөздерін қолдануын талдайсыздар. Қай сөз қай кезде айтылады, қай дәстүрде айтылады. Мысалға, мына жерде берілді бізде ешкімнің ала жібін аттамасын. Түсінікті ғой, қай салт дәстүрге қатысты айтылды, соның қасына барып, осы белгісін қоясыздар. Түсінікті ғой, балалар? Бірінші топ, жұптық жұмысты түсінатық па? Ал жақсы балалар, бірінші топ түсіндірші, бірінші топ. Дархан, Жанас, жұптық жұмыстарын айта ойыңыздар. Ешкімнің ала жібін аттамасын жібіміз сол кесерде айтылатын Тілек, 30 минуттан жылдан екісін деген шілдеханада айтылатын. Балаңыздың болу бесік болсын деген бесік тойда айтылатын. Қырандай көреген болсын деген қырқынан шығаруда. Қырқынан шығаруда айтылатын тілек. Жақсы. Жұптық жұмысты. Анел, ара екеуіңіз бағалап жіберіңіз мына жұпты. Дискриптор бойынша айта алды ма? Арай? Құттықтау сөздерін дұрыс
қолдана білді, дұрыс тапты. Жақсы, жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Келесі, не? Екінші топты тыңдайық. Тұра қойыңыз, орныңыздан. Құттықтау сөзінде ешкімнің ала жібін аттамасын деп, баланың тұсауын кескенде айтылатын сөз. 30-10 жылдан бекітсін деп, 40-нан шығарылғанда ат жалын тартып мінесін тұсауын кескенде айтылатын халықшыл болсын деп, бесік той болғанда ата-әжелеріміз айтады. Баламыздың бауы берік болсын деп шілдеханада айтылатын сөздердің бірі. Болып жұмыс істеген біз қызылда. Қиынды мен ережелерді істеу ережесінің кішкене қиындау. Қиындық келтірді. Жақсы, жарайсыз, отыра қойыңыздар. Енді қиындық келтіріп жатқан балалар істеу ережелері, салт-дәстүрлерді толықтай айтып кете алмадық деген жерлерімізді келесі сабақта толықтырамыз деген ойдамыз. Келесі сабақта ережелерді қайталаймыз. Енді балалар, бүгін мен өзім бағалап кететін болсам, бірінші мына топта бағалайтыным, бүгін Шыңғысқа жарайсың, Армангүлге жарайсың, Маусымжан, Камилаға жақсы деген баға қойғым келеді. Мына оқушылар келесі сабақта одан да жақсы қатысады деген ойдамын. Мына топтан, екінші топтан мен Арайды, Олжанды, Анелді жақсы бағаларын келтіріп қалған ұлдарымыз келесі сабақта белсенділік танытады деген ойдамын. Мына топтан Дархан, Жаңас, Назерке сияқты оқушыларды жақсы жарайсыздар деген келеді. Қалған оқушыларымыз келесі сабақта жақсы көрсеткіш көрсетеді деген ойдамын. Енді балалар, үй тапсырмасын алайық. Үйге тапсырма, үстелдерді қатыстыра отырып, салтымнан таны халқымды тақырыбында шағын мәтін жазасыздар. Дискриптор бойынша құрылымын сақтай отырып мәтін жазасыздар. Тақырыпта салт-дәстүрлердің түрі, тәрбиелік мәні мен маңызына тоқталып кетесіздер, және де үстеулерді сол мәтін ішінде қолданасыздар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.